Қалдарыңыз қалай? Сәкең Алматыдан келді. Мәз отырмыз. Сол естен кіре ыстық тамақпен қарсы алып тұшпара жасақ қойдық. Тұшпара дейді ғой. Пельмени. Иә. Сәкең қолдың тұшпарасымен қолдың наны. Одан артық не керек? Жан, қалға. Жақсы. Дұрыс амандасып үлгерме деген. Сразу тамаққа. Сходу тамақ, сходу видео. Неше күн дұрыс тамақ ішкен жоқсың ғой енді? Иә, жолда неме? Жолда немене бит болмай ақ. Сіңбейді ғой. Қалай екен Алматы? Алматы. Жылы шығар? Гүлдеп тұр ғой Алматы. Жылы, бізден жылы қайда. Бізде де жылы болды? Күндіз футболкамен жүрді ғой екен Алматыға. Қалай? Жоспарларың жақсы болды ма? Пойдет. Жақсы бәрі ойдағыдай. Скоро телевидениеден шығады. Бәке мен Сәке. Көреміз, шоудан шығамыз, Алла қаласа. Келесі жұмада монтаж істеп неткеннен кейін көресіздер. Осы сіздерге хабарын береміз. Бізбен бірге болыңыздар. Бізге тіркеліп алыңыздар, бізді қолдап отырыңыздар. Репост жасап, сторисқа бөлісіп отырыңыздар. Иә, біз тамақ ішіп алайық. Көп рахмет. Домашний пельмен жақсы. Пельменді қолдан істеп жеңіздер. Қолдан. Андай бір темір болады, мынандай дөмелек тесіктері бар. Соған былай жаяды. Білеміз. Сосын салатта, сосын үстінен тағы бір жеуіп бір жұқаннан жаяды да, сосын жет. Ең алғаш келін болып түскендегі жасаған пельменімді айтсам. Пельменді расынан түсіп қалады. Все жақсы, сау болыңыздар.